Сабақ тақырыбы адамның тыныс алу мүшелері. Адамның тыныс алу жүйесінің орталық мүшесіне өкпе жатады. Ауа өтетін жолдарға мұрын қуысы, жұтқыншақ, көмей, кеңірдек және бронхлар жатады. Мұрын қуысында қан капиллярлары, шырышты бездер, сезімтал жүйке жасушалары, иіс сезу рецепторлары орналасқан. Мұрын қуыста иісті қабылдайды, шаң-тозаң микроағзалардан тазартылады және жұтылған ауа дене температурасымен жылынады. Ауыз қуысы тыныс алу жүйесінің қосымша жолы болып табылады. Мұрынмен тыныс алу мүмкін болмаған жағдайда адам ауыз арқылы тыныс алады. Мұрын жұтқыншақ ауыз және мұрын қуысы жалғасатын орын. Жұтқыншақ негізінде тыныс алу және ас қорыту жүйелеріне ортақ мүше болып табылады. Жұтқыншақ ұшы екі тармаққа бөлінеді, бір тармағы өңешке, екіншісі көмейге өтеді. Көмей шеміршектен түзілген, ең ірісі қалқанша без, ішінде маңызды шеміршек көмекей орналасқан, ол тамақты көмейге өткізбей өңешке бағыттайды. Сонымен бірге көмей құрамында шеміршектен басқа дыбыс байламдарынан тұратын дыбыс аппараты да кіреді. Көмей кеңірдекке шеміршекті жартылай сақиналардан тұратын түтікке өтеді. Кеңірдек өңештің алдында болады, ол екі бронхыға тармақталады. Бронхлар шеміршекті сақиналардан тұрады, олар өкпенің ішінде бронхы ағашын түзіп едәуір ұсақ бронхиолаларға тармақталады. Өкпе жұп мүше. Оң жақ өкпе үлкен 3 бөліктен тұрады, сол жақ өкпе жүрек есебінен кішірек 2 бөліктен тұрады. Бронхлар өкпеге тармақталады. Бронхлардың ең ұсақтары ауа көпіршіктері альвеоламен аяқталады. Әрбір альвеола ұсақ қан тамырлар торымен қоршалған, онда газ алмасу жүзеге асады. Қабырғаралық бұлшықет пен диафрагма жиырылса, олар көкірек қуысының көлемін арттырады, сәйкесінше өкпені алға, төменге, жан-жағына созады. Бұл кезде ауа ішке айдалады және тыныс алу жүзеге асады. Егер қабырғаралық бұлшықет пен диафрагма босаңсыса, көкірек қуысы өкпе көлемінің кішіреюі есебінен автоматты түрде дем шығару жүзеге асады. Тыныс алу жүйкелік гуморальдық жолмен реттеледі. Тыныс алу орталығы сопақша мида орналасқан. Ми қанда көмір қышқыл газы мөлшері артса, онда қабырғаралық бұлшықет пен диафрагмаға сигнал беріліп, тыныс алу жүзеге асады. Адам тыныштық күйде минутына 16-18 рет тыныс алады. Бөгде нәрсе мұрын шырышын не көмейді тітіркендірсе, жылдам тыныс алу жүзеге асады. Түшкірген кезде ауа бірден мұрын, ал жөтелгенде ауыз арқылы шығарылады. Енді оқу тапсырмасы. Төменде кестеде тыныс алу және ауа өтетін жолдары мүшесінің құрылысы мен қызметін сипаттаңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.